Сәлем құрметті оқушылар, менің есімім Лаура. Бүгін сіздермен мен бірінші кластың әліппе сабағын бастайтын боламыз. Менімен бірге дайынсыздар ма оқуға? Ендеше кеттік. Бүгін сіздермен біз А әріпін өтеміз. Бірге айтып көрейікші. А, созып айтамыз, иә? А, тағы да бір рет. А, жарайсыздар, сіздерде менен қатты жақсы шығып жатыр. Ендеше мен сіздерге суретін көрсетейін. Мінекей бізде А әріпі. Тағы да бір рет айтайық. А, өте керемет, жарайсыздар. Бұл біздерде екеуі де А әріпі. Тек қана біреу емес, екеуі де А әріпі. Бұл біздерде А әріпі таспаша, ал бұл біздерде А әріпі жазбаша. Бұл қай кезде кездеседі таспаша? Бұл біздерде көбінесе кітаптың беттерінде кездеседі. Кітапта көбінесе таспамен жазады. Ал бұл жерде бізде жазбаша. Бұл біз оны сабақта, диктантта яғни жазатын боламыз. Бұл біздерде Адан келетін сөздер. Біздерде жуан, жуан ескілікті. Және А біздерде дауысты дыбыс. Біз оны міндетті түрде қызыл түспен белгілейміз. Естеріңізде болсын. Қызыл түспен белгілейміз. А әріпі жуан және дауысты дыбыс. Жарайды ма? Естеріңізде болсын. Оны жайлап сіздер жаттап алыңыздар. Ол сіздерге міндетті түрде керек болады. А қандай түспен белгіленеді? Тоқтатыңыздар, ойланыңыз. Жарайсыз. А әріпі біздерде қызыл түспен белгіленеді. Және дәл қазір менің видеомды тоқтатыңыздар. Адан келетін 10 сөз айтыңызшы. Егер де сіз дәл қазір стопты басып 10 сөз айтатын болсаңыз, онда сізге менен жұлдызша. Жарайсыз. А, бірге айтайық. Алма, асқабақ, арыстан, айна, аю, асық, алмұрт, астана, алматы, ат, және біздерде аққу да бар. Солай тез етіп айтып көріңіз, Қазір мен сіздерге беретін тақпақты сіздер жаттап алыңыздар. Жарайды ма? Өте күшті тақпақ. Ана тілім айбыным, ана тілім ай күнім. Ана тілмен көркейдім, ана тілім байлығым. Осын жаттап алсаңыздар, төменге мен жаттадым, менің қолымнан келді деп мамаларыңыз арқылы жазып жіберіңіздер. Жарайсыздар. Бүгін біз сіздермен қандай әріпті өттік? А, жарайсыздар, керемет. Бірге айтайықшы тағы да бір. А қандай дыбыс екен? А жуан және дауысты дыбыс. Жарайсыздар, керемет. Сау болыңыздар, сәттілік.